Сәлем, менің атым Анна. Мен 9-шы сыныпта оқимын, және де би мектебінде оқимын. Бір күні ол менің өмірімнің мәні. Бір күні біздің би мектебімізге бір жаңадан көшіп келген бала келді. Мұғалім оны таныстырып, есімі Хиро екенін айтты. Ол бізге Токиодан отбасымен арнайы көшіп келгенін айтты, және де біздің мектепке керек көшіп келді. Ол өте келбетті. Оған біздің мектептегі барлық қыздар ғашық болды. Әрине, мен де ғашық болдым. Бірақ та мен оған мүлде білдірткен жоқпын. Бір күні дискаларды жинап отырып, ол маған жақындай бастады. Ол менен біздің көшеге қалай баратынын сұрады. Мен қатты таңғалдым. Мен де сол жақта тұратынымды айтып, мен оған ұсыныс тастадым. Күн шақырып түсіп берді. Біз жүріп келе жатырып, өте қызықты әңгімелер айттық. Ол маған аниме, өзінің өмірі туралы, көбінесе аниме туралы әңгімелерді көп айтты. Ал мен дым түсінбей қарап отырдым. Мен оған не екенін айтқанда, ол не екенін білмейтінімді айтқанда таңғалды. Үйге барғасын, мен бірден ноутбукты қосып қарап алатынымды ішіне айтып қойдым. Және де ол мені арқамнан қақты. Мен қатты ұялып қалдым. Және де мен оны қатты ұната бастадым. Мен жүгіріп үйіме кетіп қалдым. Бірден ноутбукты қосып анимелер туралы қарадым. Ол өте қызықты, маған қатты ұнады. Менен басқасының бәрі біледі екен деп ойладым. Интернетте аниме туралы өте көп ақпараттар білдім. Толып тұр. Солай отырып сағаттың қалай өтіп кеткенін де байқамадым. Анимелер өте қызықты. Оған Хироған ұқсатып, мен оларға қатты тамсанып қарап отырдым. Ол менің жүрегімді ұрлап алғандай. Мен оған қатты ғашық болдым. Бір күні мен анимеге ұқсап, әдемі киімдерімді киіп алып мектепке бардым. Хироны кездестіремін деп ойлағаным, бірақ та өкінішке орай жүзеге аспады. Сынып болса, Ошо апай бірдеңе түсіндіріп жатыр, ал мен басқа ойға шомылып кеткенмін. Сағат дым өтпей қалды. Осылайша қоңырау соқты. Мен сыныптастарымды қағып өтіп, Хироның терезесінің алдына барып, досымды күтіп отырдым. Ол да маған қара жақындап, қолын бұлғап маған келді. Ол амандасып, иығымнан қақты. Мен қатты ұялып қалдым. Біз солайша мен оған анимені айттым. Және де осы қыз туралы біз мультфильмді талқылай бастадық. Ол маған қатты ұнайды деді. Мен ешкімге айтпаймын дедім. Себебі ол қыздар көретін мультик еді. Біз екеуміз бір-бірімізге сырларымызды айта бастадық. Және де мен үйге барып, тағы да анимелерді қарай бастадым. Екеуміз қоңырау шалып, ол өзіне ұнайтын анимелерді айтып, ұсыныстар тастады. Ал ол өзінің ұнататын мультфильмдағы қызды көрсетті. Ол жапондық әнші қыз екен. Соны мен одан қатты қызғандым. Не үшін білмеймін. Одан қатты қызғанып, интернеттен соны қарадым. Сосын сол сияқты киімдер киінгім келді. Ендігі образым сондай болады деп ойладым. Енді мен өзім қиялдап кеттім. Сосын Хиро маған ғашық болады деп ойладым. Ол маған қатты қызық болды, не істейтіні. Келесі күні мен мектепке барам деп шопинг жасауға бардым. Бірақ та ол жақта киімдердің 7 атасы бар екен. Ол шопинг жасап, түрлі киімдер алдым. Бәтеңке, юбка, көйлек, топик деген сияқты заттарды көп алдым. Және де бантик, және де аяқ киім деген заттарды алдым. Маған бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Барлығын алдым, бірақ не деп ойладым. Бірақ та маған есіме түсті. Мен шашымды бояу керекпін деп өзіме тамсанып қарадым. Және де мен шаштараздың бірін қарап, сағат 11 болғанын байқамай қалыппын. Және де мен тез барып бір салонға барып отырдым.
Шаштараз менің барлығым айтқанымды тыңдап отыр деді. Мен қуана отырып, шашымды тез асыға күттім. Мәссаған деп мен өзім шашыма қатты таңғалдым. Шаштараз айтты, ол 1-2 жуғаннан кейін кетіп қалады деді. Мен қатты қуанышымда шек болмады. Мен қатты қуандым. Өзім қиялдап қатты қуанып жүрдім. Және одан кейін не болғанын білмейсіңдер. Ата-анам менің үйге келгенде алдымнан шығып, олар маған анам басын ұстап, әкем қатты ашуланды. Менің шаш түрімді көргенде, осыдан кейін маған жаза қолданды. Айтпақшы, апайым да сабаққа келмегенімді жеткізіп үлгеріпті. Мен кешке дейін үйде отырдым. Мүлде далаға шыққан жоқпын. Бірақ маған еш қиын болған жоқ. Әнемелерді көріп, өзімнің уақытымды шашыма тамсанып отырдым. Маған екеуміз хабарлама жолдап, қоңырау шалып, әнемелер туралы айттық. Мен келесі күні сабақ киімді киіп алып мектепке бардым. Бірақ та сол киімді киіп алып, әдемі киімді киіп алып, мектепке бардым. Қатты қуандым. Мектептегілердің бәрі маған қарады, бірақ мен оларға көз салған жоқпын. Мен бір күні Хюроны көріп қатты қуандым. Ол менің қасымнан амандасты да тез жүгіріп өтіп кетті. Мен оған қатты таңғалдым. Неге екенін де ойладым. Мен қатты көңіл күйім түсіп кетті. Мектепке бардым да апайды тыңдап отырған ұқсап, мүлдем ешкіммен амандаспадым. Апайды тыңдап отырған сияқты болдым, бірақ та мүлдем басқа ойда болдым. Сыныптастарым да бұған қатты ашулы болды. Енді мен өзімнің өмірімді әнемеге арнадым. Құрбыларым да маған қатты ұрысты. Басында қолдаған болатын, бірақ та ол әнемеге қатты беріліп кеткен еді. Бірақ та мен олардың сөзін тыңдаған жоқпын. Анам да маған қатты ашуланды. Әкем мүлдем менімен сөйлеспей қойды. Мен оған қатты көңілім түсті. Бірақ та бұл менің өзімнің өмірім деп өзімді қайрап қойдым да, ешкімнің сөзін құлағыма аспадым. Енді мен тек өмірім аниме болады, және де мен Хиро анау үшін барлығын жасаймын деп, аниме деп басын барлығын анимеге толтырып алдым. Енді тек анимемен жүремін. Мен ноутбукты қосып, қайтадан анимені көре бастадым. Мен оның барлығының сөзін бір құлақтан шығып, бір құлақтан кіріп кетті. Мен ешкімнің сөзін назар аудармадым. Бірақ та әрі қарай не болғанын білмейсіңдер. Келесі күні мен Хироға хабарлама жолдадым. Бірақ та ол көрмеді. Біз екеуміз жақын дос едік қой деп мен қатты ашуландым. Ол менен қаша береді, үнемі қаша береді. Мен оның сыныбының алдына кетпей тұрып алдым да, ол ашуланды да сен неге менімен сөйлеспей жүрсің деді. Ол менің қолымнан ұстап алып, болған жайттың барлығын айтып берді. Сен анимеге мен айтқаннан кейін сен бұлай өзгеріп кетеді деп ойламадым. Сен өзі қалпыңда әдемі едің, баяғы көңіл күйіңді жоғалттың. Барлығында өзгертіп тастадың. Маған сенің бұл түрің ұнамайды деді. Ал мен қатты жылап, сол күйге кетіп қалдым. Тез жүріп өзімнің қалай жүргенімді де байқамай қалдым. Көзімнен жас ағып, үйге қарай жеттім. Келесі күні киімдерімнің барлығын мусорға тастап, өзімнің шашымды әрең дегенде қайта жуып кептірдім. Өзімнің баяғы түріме келгеніме қатты қуандым. Айнаға қарап өзіме тамсанып тұрдым. Енді мен би мектебімде де барлығын өткізіп алған екенмін. Енді мен баяғыда болып мектепке бардым. Енді